Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай өте жұмсақ әрі көтеріңкі және де ең бастысы ашытқысыз дайын болатын жеті шелпектің рецептісімен бөліскім келеді. Бір жұмыртқа, бір стакан сүт, 2 ас қасық шекер мен жарты шай қасық тұзды жақсылап араластырып, үстіне жарты шай қасық сода қосамыз. Ұнымыз осылай біркелкі қамыр болғанша қосып, жақсылап илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды ұю қанғанша жарты сағатқа қойып қоясыздар. Жарты сағаттан соң қамырымызды алып, 7-ге бөліп турап, домалақ қылып жая бастаймыз. Міне қамырымды жайып болдым, осылай домалақ етіп. Мен өзім 2 тілім кескенді жақсы көремін. Өздеріңіз кессеңіздер де, кеспесеңіздер де болады. Табамызға майымызды құйып, қыздырып, одан соң нанымызды салып, 2 жағынан да пісіріп аламыз. Осымен жеті шелпегіміз дайын. Каналыма подписка жасап, лайк басып кетіңіздер.